Ертеде бір кедей балықшы өмір сүріпті. Теңізге күнде барып ау салады екен. Сөйтіп жүргенде бір күні ауына аузы темір қақпақпен бекітілген көне қыш құмыра түседі. О сорлы, ажал күніңде жетті. Астағфиралла, менің не жазғым бар? Осыдан 1000 жыл бұрын сұм арбаушы мені осы құмыраның ішіне қамап қойған еді. Мені босатқан адамды бақытқа кенелтем деп, бірақ мені ешкім босатқан жоқ. Ағыда 500 жыл өткенде өзіме мені босатқан адам байлыққа батар деп жаңадан уәде бердім. Бірақ онда да ешкім мені босатпады. Ал бүгін ғана өзіме мені босатқан адамды азаптап өлтіремін деп едім. Мені құмырадан сен босатып алдың. Әділет қайда? Жақсылықты зұлымдықпен төлегеніңде әділет қайда? Бұл өмірде әділет бар деп саған кім айтты? Неге жоқ? Көрейік, мен асығыс емеспін. Сиыр, айтшы, бұл өмірде әділет бар ма? Сүтімді ішіп, одан ірімшік, қаймақ, май жасай, қарны ашса ойланбай қойып тастайды. Бұл қалай әділетке ұқсайды ма? Жоқ, бұл өмірде әділет жоқ. Міне, оңтайлы адам, содан сұрайық. Мен алдармын, сақалым дауыталдар. Ей адам, шыныңды айтшы, бұл өмірде әділет бар ма? Мынауың өте күрделі мәселе. Алдымен ол мәселе қайдан, қалай шыққаны жақсылап зерттеу керек. Содан кейін ғана қорытынды жасауға болады. Мен бұған азаттық әперсем, ол дегенің мені өлтірмек. Мен құмыраның ішінде 1000 жыл отырғанымда мені ешкім есіне де алған жоқ. Содан мені босатқан адамды өлтірем деп отырғанда мына есуас қақпақты ашып қалды. Тоқта, не қылған құмыра? Ол қайда? Ана теңіздің жағасында қалып қойды. Барып қарау керек. Міне, дәл сол құмыра ма? Иә, тура сол құмыра. Ішінде 1000 жыл отырдым ғой. Көп кішкентай ыдыстың ішіне қалай сыйған? Ей, оп-оңай, сенбесең өзің қара. Көрдің бе? Иә. Ей, не істеп тастадың? Қане, босат мені. Тағы 1000 жыл отыратын болдым ба?